Ассалаумағалейкум барша Дремлига сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Демалыстық жексенбілік тамаша көңілгімен бүгінгі видеомызды бастаймыз. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналымызға тіркеліп лайк басып барынша қолдап жүріңіздер. Енді үнемі видео салып тұруға тырысатын боламын. Және де WhatsApp группама кірсеңіздер болады. Өзім группамда отыратын боламын. Ссылкасын описание бөліміне қалдырып кетемін. Тек сіздерден қолдау күтемін достар. Көп уақыт видео салмағаннан кейін біраз белсенділік түсіп қалғанын білемін. Бірақ енді қайта көтеруге тырысамыз. Иншаллах достар, тек қолдап отырсаңыздар болды. Бүгін енді мен жаңа рубрика бастайын деп отырмын. Барселона клубында карьера. Ал сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Сәтті көрілім тілеймін. Олай болса көп созбай бастайық. Кеттік достар. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Years later. Міне достар, мен кестені осылай дамыттым. Жақсы дамытты деген ойдамын. Енді соңғы жағы видеоға түспей қалыпты, айып етпессіздер деген ойдамын. Одан кейін міне Альба ускорениясын 100 қолға болушы еді негізі. Одан кейін енді менде мына жерде Жюль Кунде бар, Педри бар, одан кейін Бускетс бар. Енді алдағы уақытта маған Де Йонгты алу керек, орталық жартылай қорғанысқа. Және де Гюндаганды алу керек. Одан кейін шабуыл шебіне Ди Мариясын ес. Ди Марияда Барселонаға келеді деген сыбыстар шығып еді. Білмеймін о жағынан, әзірге нақты мәліметтер жоқ. Одан кейін Левандовский бар, Дембеле бар, алуға болады шабуыл шебіне. Енді Рафинияның рейтингі төменірек болып тұр, 80-ге жетпейді. Одан кейін Арауханы алу керек, қақпаға өздеріңіз білетіндей Марк Андре Тер Штегенді алу керек. Әзірге осындай жақсы состав болады деген ойдамын. Енді алдағы уақытта тағы жазда басқа да трансферлік терезеде ойыншылар сатып алып жатса, бәрін қатарымызға қосатын боламыз. Енді бұл жерде Эдуард Менди Арабияға кетіп қалғаннан кейін
Оның карточкасы менде World 92 рейтингта және Ханданович та 78-ге түсіп қалған екен. Енді 1-2 World карточкалар бар, KC'де түсіп қалған рейтингі, Альбанкіде түсіп қалған, Бускетс түсу керек енді рейтингі. Ди Мария бар World'тардан енді. Осындай кішігірім World аккаунтым бар енді. Бұл аккаунтқа келетін болсақ, стадион жағы өздеріңіз білетіндей, міне тренировкадан толықтай дамытып тастаған. Соңғы 1-2 ай ойнауға мүмкіндік болған жоқ достар. Интересте болған жоқ, уақытта болған жоқ. Мүлдем кіргенде жоқпын бұл аккаунтқа. Қалай қалды, солай қалды. Аналарды дамыту керек, постоянно ойнап тұру керек негізі. Оған желание болмады. Стадионды осылай дамытқам. Бұл менің жаңа аккаунтым, өздеріңіз білетіндей. Енді бұл Барселона аккаунты болатын болады. Мына жерде названиясын да өзгертіп тастайық. Қазір достар, көздеріңізше Барселона қылып тастаймыз. Міне осыны Барселона. Енді мына жерден логотипін алуға болады, бірақ оны сатып алу керек. 75 кристалл екен. Оның бәрін келесі видеода істейтін боламыз, келесі шығарымда достар. Тек қолдап отырсаңыздар болды. Міне ойыншылар. Жалпы осы міне статистикаларын көрсеңіз болады ойыншылардың. Одан кейін енді әзірге осы достар, енді қолдау көрсетіп отырсаңыздар ғана болғаны. Мен алдағы уақытта мықты қызықты видеолар шығаруға тырысатын боламын. Айтпақшы достар, маған өзбек ағайындарымыз, өзбек бауырларымыз YouTube түсіретін Вагер матч ойнаса қалай деп тамаша ой тастаған болатұғын. Егер сіздер қолдап отырсаңыздар, мен ол видеоны түсіретін боламын. Басқа да шетелдік ютуберлермен түсіруге тырысатын боламын. Орыстар болса, енді байланыс жасап шамам келгенше түсіруге тырысатын боламын. Тек сіздер қолдап отырсаңыздар болды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар достар.